Сәлем достар, бүгін сіздерге күшті өзімнің жасанды интеллект көмекшімді көрсеткім келіп тұр. Оған мен тапсырма берем, ол орындайды. Мысалы мен оған өзімнің календарымды беріп қойдым доступқа, ол менің календарымды басқарады. Мен оған айтам, ертең мен сағат 2-де тіс докторға, тіс дәрігерге бару керекпін деймін да, и ол ертеңге соны жоспарлап қояды, и маған есіме салатын болады. Демо жасайын сразу мінекей. Мынау мен телеграм ботым, көмекші жасаватырмын осындай. И мынау қалай оны құрастырдым. То есть мында кодсыз қалай осы құрастырдық. Қазір мен оған команда берем. Мен ертең 2-де тіс докторға, тіс дәрігеріне бару керекпін. Маған осы туралы есіме сал деп айтам қазақша. Бот ол аудиомды текстке айналдырады да, сосын менің айтқанымды орындайды. Мен қазір календарьға барсам, бүгінгі күнде ештеңе жоқ, ертеңгі күнді ашсам, мінекей сағат 2-ге тіс дәрігеріне бару деп уже сақтап қойған да календарьға. Бұл керемет нәрсе. Себебі маған ол керек болды да, шынымен де. Менде мысалы кейде шаруалар көп болады. Мен міндетті түрде мысалы тіс докторға жазам қызымды. Сондай болды да менде. 2 аптадан кейін мысалы сағат 2-де деп айтады. Мен оны ұмытып кетемін, егер напоминание қоймасам. А телефонмен календарьды ашып 26-1-ден соң оны датаны іздейсің. 2 аптадан кейін. Содан кейін жазасың не туралы, сағат нешеде, сағат нешеде напоминание болу керек. 1 күн алдын, 2 күн алдын. Ұзақтау, сосын оны еренгендіктен сен оны жасамайсың, қалып қоя береді да. Ал мынандай жасанды интеллект боты рахат, аудио жібердім, ол маған жоспарлап берді. Мінекей айтты, ертең уже жоспарды қойдым. И календарьымда шынымен де осындай шықты. Өте керемет достар. Енді оны қалай істедім? Мен осындай жасанды интеллект арқылы кодсыз жасадым. Қазір мен с нуля қалай жасаймыз соны көрсетемін. Плюс басасыз да. Workflow personal деймін. И мында осындай пустой болады бізде. Сосын осы жерге мінекей мыннан менде бесплатный телеграм топ бар. Сол топқа кіресте мына жерде видео сабақтар және шаблондар деген бар. Мінекей төменде осы шаблонды скачать етесіздер. Скачать етіп болғаннан кейін оны мына жерде N8 деген платформада 3 точкаға басасыз. Import from file, импортировать. Сосын мына файлды, шаблонды ашасыздар. Где осылай міне уже дайын, уже жұмыс істейді. Сізде енді новый среда болғандықтан кейбір настройкалар жасау керек болады. Менде осылай сразу ашылды. То есть енді қазір тест істесем, уже істейді да ол қазір. Қараңыз, тест басам. И мен айтам. Бүгін сағат 10-да мен дүкенге барып келу керекпін. Соны жоспарлап қойшы. Солай жіберем. Неге қосылмай жатыр екен? Тест деп жазайын. Стоп. И тағы да тест дейін. Мен басқа жаққа жазып жатырмын. Қазір кетірейін. Мен комьюнитиге жіберетін мәссаған. Бот телеграм ботқа жібермей, комьюнити жіберетін. Так, вот, тест жасап жатырмыз қазір. Мінекей команда еніп берем. Мен ертең, таңертең 9-да дүкенге баруым керек. Соны жоспарлап қойшы және есіме салшы. Мінекей команда бердім. Мына жерде тоқтап қалыпты. Қазір қарайық, не үшін тоқтап қалыпты. Почему-то тоқтап қалыпты. Неге тоқтап қалды? Непонятно. Давайте тағы да тест. Мына аудионы қайтадан ботқа жібере салам. Енді жасады, мінекей қызмет істеп жатыр. И қазір календарьымды қараймын. Бүгін 9-да көрдіңіз, дүкенге бару деп уже жасап қойыпты. Вот. Уже істеп тұр да осындай. Басында істемеді, потому что сондай почему-то импорт жасағаннан кейін 1-2 рет тест жасау керек, сол кезде жасап кетеді.
сол енді көріп отқаныңыздай бұл мен тек қана календарьды қойдым. Негізінде мен көмекшіме көп тапсырма беретін боламын. Оған мысалы мына календарьда кейбір задачаларды сақтау қиын болуы мүмкін. Мысалы сен сразу барлық задачаны көргің келсе көре алмайсың да, қиын да, әр күнді бүйтіп ашып отыру керек. Негізі басқа инструменттер бар, мысалы Trello деген сияқты задачаларды қарауға болатын. Бүкіл командаң болса, мысалы бизнес болса, әр адамға тапсырма беретін деген сияқты. Сол тапсырмаларда создавать ет деп айта аламын да. Мысалы маған осындай задачаны жазып қой деп айтамын да Trelloға, сөйтіп ассистентке, и ол сақтап қояды. То есть сондай. Мына енді әрқайсысын түсіндіретін болсам, мында басталады процесс, мына жерде менде тексереді, мен ба жоқ па, өйткені мына ботты случайно қосып қойсам, басқа адам менің календарьіме доступ алмасын деп мында проверка қойдым. Сосын телеграм аудионы аударамыз текстке, сосын жасанды интеллектке мына жерде береміз. Содан кейін жасанды интеллектті ол мына жерде модель бар, чат GPT, сосын мына календарьда создавать ететін функциясы бар, и сосын маған жауап береді. Енді осындай боттарды қалай нөлден бастап жасап үйренуге болады. Мен өзім мынандай платный тоже тобым бар. Сол жерде мен барлығын үйреттім. Мында сабақтар бар, көптеген сабақтар бар. WhatsApp боттар, Instagram боттар, Telegram боттар қалай жасайсыз, соның барлығын үйреттім бұл жерде. Бізде еще мында чат бар, чатта куратор бар. Мысалы сіз бір нәрсе проблема болса сұрай аласыз, бір ай бойы сізге поддержка жасайды. Мысалы куратордың жауап бере алмаған сұрақтар болса менен сұрайды, мен оған айтып отырамын. Ал сабақтарға доступ бола береді, доступ алмаймын. Сізде осы сабақтар қалады өзіңізбен бірге, кез келген ыңғайлы уақытта қарап өте аласыздар. Сол достар, осындай боттарды жасап үйреніп ақша таба аласыздар да. Негізінде қазір өте өзекті, бизнестар даже білмейді, что осындай нәрселер бар екенін. Білсе де олар маған керек емес деп ойлайды. Негізінде осындай боттар керек бизнесқа, себебі көптеген адамның жұмысын жеңілдетеді. Мысалы бір адам ол максимально, мысалы андай техподдержка адамдар бар ғой, мысалы сату мамандары деп атайды да. Мысалы оларға клиент жазғанда әрқайсымен сөйлесіп отырады. Бір адам сондай сату маманы күніне тек қана 20 адаммен сапалы сөйлесе алады да. Одан артық сөйлесе алмайды, шаршап кетеді, ол оңай нәрсе емес. Ал жасанды интеллектке бәрібір хоть бір күнде 1000 адам болса да сөйлесе береді да. Сондықтан компанияларға осындай жасанды интеллект өте маңызды. Мысалы бұрында олар компания сату мамандар 20 шақты сату мамандары болу керек болатын болса бір компанияда, қазір мына жасанды интеллектті ұсыну арқылы сен ол 20 санын 5-ке түсіре аласың, мысалы даже одан да азға, себебі көп жұмысты осы жасанды интеллект ала алады. Сол, то есть сату мамандары істеуге болады да, осындай инструменттер жасап жүруге болады банағы бизнесқа, чтобы бизнес сол кәсіптегі адамдар мынаны істе деп команда беріп отыратындай. Мысалы біз қазір сондай бір заказ істеп жатырмыз бір бизнеске, оған ценовое предложение деп атайды, соны жасататын бір бот керек та, соны істеп жатыр. То есть ботқа команда береді, маған осындай ценовое предложение жаса деп, бот оған уже дайын PDF форматындағы печатьпен нені жасап береді, ценовое предложение уже есептеп формуласымен. То есть осындай да нелер бар да, автоматизациялар, не только там сату мамандары. Сол, мен енді жалпы блогымда осындайды үйретем, осындай жасанды интеллект боттарын жасап, автоматизациялар жасап ақша табыңдар деп адамдарға осындай сабақтар үйретіп отырамын. Осындай пайдалы видеолар шығарып отырамын ютубқа. Сол, егер қызық болса тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта осындай көмекшімді тағы әрі қарай дамыта берем, инструменттер берем, бұйырса күшті видеолар болады. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыз.